сіздермен құрметті тыңдармандар. Бүгін біз ата-аналар үшін өте маңызды тақырып баланың балабақшаға бейімделуі туралы сұхбаттасамыз. Баланың балабақшаға алғаш келуі оның өміріндегі үлкен өзгерістерінің бірі. Жаңа орта, жаңа достар, тәрбиеші және жаңа күн тәртібі балаға бірден оңай бола бермейді. Өз тәжірибесімен бөлісу үшін бізбен бірге Балдәурен бөбекжайының тәрбиешісі Гүлжан Ермұхамбетовна. Рахмет, шақырғандарыңызға қуаныштымын. Баланың балабақшаға бейімделуі ата-ана мен тәрбиеші үшін өте маңызды мәселе. Баланың балабақшаға алғаш баруы бала үшін де, ата-ана үшін де маңызды кезең. Себебі осы уақытта бала жаңа ортаға, жаңа адамдарға, жаңа күн тәртібіне үйренеді. Бейімделу кезінде қандай өзгерістер болады? Бейімделу кезінде жылау, ата-анасынан ажырағысы келмеу, тәбетінің өзгеруі, ұйқысының бұзылуы сияқты жағдайлар болуы мүмкін. Осы орайда ата-ана не істей алады? Ата-ана баланы балабақшаға алдын ала дайындау, күн тәртібін қалыптастыру, қоштасу, қысқа әрі сенімді жасау. Тәрбиешінің рөлі қандай? Баланы жылы қабылдау, қауіпсіз орта қалыптастыру, баланы жеке ерекшелігін ескеру. Бейімделу кезеңі қанша уақытқа созылады? Әр балада әртүрлі. Бір бала тез үйренсе, екіншісінде көбірек уақыт қажет болуы мүмкін. Ата-аналарға қандай кеңес берер едіңіз? Құрметті ата-аналар, баланың балабақшаға бейімделуі бір күнде аяқталатын процесс емес. Әр балаға өзіне қажетті уақыт пен қолдау керек. Балаға ең алдымен сабыр, түсіністік, тұрақтылық және ата-ананың сенімі қажет. Гүлжан Ермұхамбетовна, пайдалы кеңестеріңізге көп рахмет. Бала өзін қауіпсіз сезінген жерде ғана жаңа ортаға еркін бейімделе бастайды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.